Bir күні Мұса үйінде отырып, Құдайдың мендей де сүйген досы бар ма екен деп ойлады. Оның астамшыл ойын білген Алла тағала: «Әй Мұса, дереу тұр да, анау таудың ең биік төбесіне шық. Сол жерден менің сүйікті досымды табасың» деді. Мұса өрмелеп тауға шықты. Қараса, бір адам сілесі қатып тау басында ұйықтап жатыр. Мұса: «Оу, кім бар, сөйлес» деп дауыстады. Кісі оянбады. Мұса тағы да дауыстады. Ол жата берді. Болмағасын қасына барып: «Оу, кімсің? Не қылған жансың?» деді. Кісі селт етпеді. Мұса болмағасын асасымен нұқып түртті. Таяқтың ұшы арқасына қатты батса керек, әлгі адам оянып кетеді. Ояна сала, Мұсаны ала көзімен бір атты да: «Болса болсын» деп айқайлап жіберді. Мұса селк ете қалды. Әлгі адам атып тұрып жүгірген күйі құздан секіріп кетті. «Болсын! Болсын! Болсын!» деген айғайы біразға дейін тауда жаңғырып тұрды. Мұса таң қалды. «Ва Алла! Бұл кім? Ол не үшін секірді? Нені болсын деп жатыр? Нені болсын деді?» деп сұрады. «Ұлық Алла, ол менің ерке досым еді. Күн сайын менімен сырласып, шер тарқатып отыратын. Бүгін оған ерекше мейірімім түсіп, 8 қабат жұмақты көрсеттім. Ол риза болып: «Я Алла, пешті мінсіз жаратыпсың. Бұл жерге күллі адам баласы кірсе де сияды екен» деді. Сосын оған тозақты көрсеттім. Ол тамұқтың отын, ондағы азаптарды көріп зәресі қалмады. «Мынаны жой» деп сұрады. Мен: «Тұра берсін, керегі болады. Отқа да тастайтын залымдар табылады» дедім. Ол: «Жоқ, сендей ұлық Құдайға бұл іс лайық емес. Мынадай азапқа адамды қалай саласың сен? Дереу жоқ қыл» деді. Мен: «О, досым, сен білмейсің. Мен сені жаратқан Алламын. Сен ақылы шектеулі пендесің. Сені мен жаратқам. Тозақ тұра берсін, бір керегі болады» дедім. Ол маған ренжіп: «Тозақты жоймасаң, сенімен дос болмайым» деп өкпелеп кетіп қалды. Менен кеткен соң, бүгін күні бойы тауға өрмелеп әбден шаршады. Енді ғана көзі ілініп еді, сен келдің де асамен түртіп ояттың. Ол ашуланып: «Жарайды, тозағың болса болсын. Адамның тынышын алатын мына Мұсаларды сол тамұққа тастарсың» деп секіріп кетті деді. Мұса өзінің астамшылығын түсініп тәуба қылды.